Ертай Ашықбаев 1956 жылы 24 сәуірде Ақтөбе облысы Темір ауданы Бабатай ауылында дүниеге келген. 1972-1974 жылдары Темір аудандық жұмысшы, Торғай облыстық Торғай таң газеттерінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі болды. 1983 жылы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Сол жылдары Ақтөбе облыстық Ақтөбе газетінде қызмет істеді. Темір қанат, ақ сәуле, бастау, қосмен, ұя, ашық сабақ, қобыландының қонсатты шығармалары бар. Ақтөбеден сәлем, қараймын аспан ашық, іргем қажап, ойлар жоқ ми санамды кірген қажап. Рас, анау күндер нұр берді азақ, жас дәурен тез жоғалды, гүлденді азақ. Бұл күнде әркімдерге жоламаймын, ұстаймын азын аулақ жүлдемді азат. Облыстық газетте қызмет қып, мен де бір Ақтөбеден жүрген қазақ. Төбемнен дұрыстап бір қарашы күн, бәлкім бір тұлпардың тағасымын. Мен емес пайдасы жоқ қарашыбын, есімде аз табылған әрбір жоғым. Есімде көп жоғалған әр асығым, сыйласам да қанша көп алаш ұлын, бар әрине бөлекше жарасымым. Есенбай Дүйсенбайдың інісімін, Светқали Нұржанның ағасымын. Кей кезде дес бермейтін пырақтаймын, қалады аяқ асты құлап қайғым. Кей кезде жауабы жоқ сұрақтаймын, баяғыдай әрнені аңсамаймын, қыздарды баяғыша жылатпаймын. Баяғыда ой енді бері қарай, қайта алмас баяғыны ұнатпаймын. Мақсат шалдың сандығын толтырамын, қоржынын ақтарамын мұратбайдың. Өтті дәурен, несіне аласұрам, ық іздеймін жеңгемнің панасынан. Шырқамаймын келінмен таласып ән, білмеймін алтын балық жолық басын, жұрт бармайтын өзеннің жағасынан. Жәудіреген жыр жазып отырамын, іздеймін таңсыз сөз, тамаша ұран. Мені көргендер, көрмегендер, сәлем сізге Ақтөбе қаласынан.